Ұлы дала жорығының 3-ші күні 3-ші кезеңде қатысушылар 300-ші шақырымды еңсеруде. Айта кеткен жөн, 2-ші кезеңнен соң Батыс Қазақстан облысы жарыс жолынан шығып қалды. Мұның алдында Қызылорда мен Алматы облыстары және Шымкент қаласының командасы сайыстан шыққан болатын. Қалған командаларға сәттілік тілейміз. Қазір міне Жетісу облысының жігіттерімен қатар келе жатырмыз. Жігіттерде 3 ат қалған. Енді өздеріңізге белгілі, бұл 3 атқа дейін команда болып есептеледі, ал 3 аттан кем болса, онда жарыстан шығуға мәжбүр болады. Сондықтан бұл жігіттер енді аттарына жақсылап қарау керек. Әр 25 шақырымнан кейін жол бойында осылай шелектерге су толтырып, қатысушыларды, сәйгүліктерді күтіп алады. Команда мүшелері. Қазір енді жол бойын тосып тұрмыз. Жігіттер, қалай келе жатсыңдар? Жақсы. Шашаған жоқсыңдар ма? Жоқ. Аяғын қойды ма? Нормально. Жақында. Ал Астана қаласының жігіттері міне 4 атпен келе жатыр. Қалай келе жатсыңдар? Атпен келе жатырық брадан, жақсы бәрі. Кең даланың төсінде аяқты созып демалып жатырмыз. Бүгін енді 3-ші күн ғой. 3 күнде адам бәріне үйренеді деп айтады. Үйреніп қалдық, жерге де жатамыз. Мінекей 3-ші күннің алғашқы 50 шақырымын алғаш боп бағындырған Жетісу командасы. Қазір жігіттердің өзімен тілдесіп көрейік, қалай келді екен. Енді 250 шақырым деген оңай емес. Бұйыртса осылай өттереміз деп тұр енді аттар. Осыларға сеніп тұрқ. Бұл жерде енді шабандоздан көрі аттардың денсаулығы маңыздырақ, Иә. Қарайлап, ақырын қатты қинамай. Өз бабымен атта емін-еркін жүрісімен. Мінекей, Ұлы дала жорығының 3-ші күнін, 3-ші кезеңін біртіндеп аяқтап жатыр. Қатысушылар жаңа ғана Маңғыстау облысының командасы өтті мәресіғын. Біз жалпы қазір Ерейментау ауданының аумағындамыз. Біле білсеңіздер, бұл жерде елге жақсы таныс атақты құлагер опат болған осы аумақ екен. Әрине біз мынау Ұлы дала жорығына қатысып жатқан тұлпарларға құлагердің тағдырын тілемейміз, бірақ құлагердің шабысын тілейміз. Шықса бола ма? Ойбай, бісміллә. Қалдарыңыз қалай? Бұдан да ұзақ келетін едік, жаңа бір 3 шақырымдай айланып кетіппіз, жолдан адасып. Жолдан шабандоздар адасып кеткен кездер болды ма? Жолды жағалап кетіп қалыппыз, акасы басқалай мына төте жол бар екен, картамен сызылған. Ол 3 шақырымға жақын екен да. Бірақ енді бұйрық солай шығар. Негізі жарты сағат 6-та келе жатыр едік, 15 минут өзіміз беріп қойдық бекерден бекер. Шамамыз келгенше енді кешегі 1-2 күн шайқас болғанын өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Енді оңай емес, командалардың бәрі сен тұр, мен атайын деген командалар.
Құрметті аға бауырлар, атбегілер, шабандоздар. Бүгін міне Ұлы дала жорығының 3-ші маусымының 3-ші кезеңі өз мәресіне жетті. Ешкімге оңай болды деп айта алмаймыз. Әрбір кетіп жатқан күш, жігер, маңдай тер бәрі ақталып жатыр деп ойлаймыз. Бірінші орын бүгін Жетісу командасы, екінші орын Маңғыстау облысы, үшінші орын Алматы, төртінші орын Жамбыл, бесінші орын Қостанай облысы алып отыр. Бірінші орын... Ой, спасибо. Рахмет, сізді құттықтап қойсаңыз.